Ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым. Біз бүгін Джервонта Дэвис пен Райан Гарсия арасында өткен жекпе-жектен кейінгі сұхбатты талқылайтын боламыз. Видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Джервонта Дэвис жекпе-жектен кейінгі сұхбатында мен Гарсиядан не күтерімді білмедім. Кейін рингке кіргенде бәрі өзгерді. Бауырға дәл тиген соққыдан кейін түрінің өзгергенін байқап алдыға жүре бастадым. Соққыдан кейін тұрады деп ойладың ба деген сұраққа маған психологиялық ойын ұнайды. Оған сондай көзқараспен қарадым, орныңнан тұр деген мағынада. Ол басын шайқап тұрғысы келмеді. Көптеген боксшылар Рэй Леонард, Мэнни Пакьяо сияқты спортшылар бокстың бейнесі боламыз деген. Сен болдың ба деген сұраққа мен бокстың басты көрінісімін деп жауап берді. Ал Райан Гарсия болса өзінің сұхбатында ол өте жақсы соққысымен маған тигізе алды. Мен өзімді ақтамаймын. Мен сол тиген соққыдан кейін өз қалпыма келе алмадым. Бас қайтар сөзім жоқ. Тиген соққысы менен өтіп кеткендей болды. Толық айтқым келмейді, бірақ мен демала алмадым. Тұрғым келді, бірақ тұра алмадым.